Сәлем достар, сіздермен осындай өте керемет, өзгеше балды пряниктің рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар, көптеген рецепттер шығып тұрады, өткізіп алмаңыздар. 2 жұмыртқа керек болады. Осылай жарып, үстіне 100 грамм шекеріміз салып араластырасыздар. Шекер еруі қажет. Бір аппақ масы болу қажет емес, тек бұлай араластырып алсаңыздар болды. Үстіне 100 грамм сұйық майымызды қосамыз. Мен иісі жоғынан аламын. «90 грамм балық аласыздар. Кез келген балық алсаңыздар да болады. Банкідегі кішкене қымбаттау болса, дәмі дегенді басқаша болады. Арзанынан қолдана берсеңіздер де болады. Отбасыларыңызға жасап беріңіздер, міндетті түрде өте керемет, күшті, шайға да өте дәмді. Дүкеннің печеньелерінен, пряниктерінен қарағанда 10 есе артық. Бір қасық шай қасықпен толтырмай ас содасын салып, тағы да жақсылап араластырып аламыздар. Көп артық сода салып жүрмеңіздер, өйткені дәмі шығады. Мен мына жерде 250 граммдай ұн алдым. Бірден бәрін ұнды салып жүрмеңіздер, ситадан өткіземіз. Жаймен деп 3-4 бөліп саласыздар. Бірден салып жүрсеңіздер, қамырларымыз тастай болып қалады. Менде 250 грамм ұным аздау болған соң, тағы да 150 грамм өлшеп ұн салдым. Қарап тұрасыздар, консистенция қалай болады, солай қосасыздар. Бірден қосып жіберсеңіздер, пряниктеріміз тығыз болып кетеді де, қатайып кетеді. Осылай илей бересіздер. Менде жабысқақ қамыр болғандықтан мен 2-3 рет осылай шамалдан ұн сеуіп, осылай қамырымды илей бердім. Бірден көп салып жіберсеңіздер, тастай болып қалады. Сондықтан мен аз-аздан салдым, осылай илеп. Біздің қамырымыз дайын болды. Нағыз қатты жабысқақ болып жатса, 1-2 сағатқа холодильникке салып алсаңыздар, қамырымызбен жұмыс жасауымызға да жеңіл болады. Осылай шетінен алып, дөңгелете бересіздер. Менде 45-50 данадай шықты. Осындай шамамен өзіңіздің қалай жасауыңызға байланысты. Үлкендеу қылып алам десеңіздер, аз дана шығады. Кішкентайлау алам десеңіздер, көптеу шығады. Осылай бір жұмыртқаның сары уызын салып, қолымызбен батырамыз да, печеньелеріміз осылай тесіп шығамыз. Сол кезде біздің печеньелеріміз пісіп шыққанда әдемі болып тұрады. Қызып тұрған пешімізде 170 градуста 20 минутта пісіресіздер. Қарап тұрып пісіріп аласыздар. Кейбір пештің бір жағы пісіп, бір жағы піспейді, ауыстырып тұрасыздар. Кейбір пештер тез қызады, кейбір пештер жай қызады, қарап тұрасыздар. Печеньелеріміз суыды, осылай отбасыларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Өте дәмді, керемет болып шығады. Менің каналымда көптеген рецепттер бар. Қарап жасасаңыздар болады. Өте керемет, күшті, өзім жасаған рецепттер. Сау болыңыздар, ас болсын.